ана жаққа қара. Танк, Клаусдейл таяп қалыпты. Демек жақын күндері Понивильде қыс басталады. Понилер, жарайсыңдар, осы беттерінен қайтпаңдар. Барлық ағаштардың жапырақтарын сүру керек. Күзді шығарып салған соң, қош келдің қыз дейміз. Бұл қалай болғаны? Еснеп тұрсың ба? Алдымызда жылдың ең керемет мезгілі күтіп тұрғанда қалай ғана ұйықтауға болады. Және ең бастысын ұмытпа, бұл екеуміздің алғашқы қысымыз. Қане, оян! Понилар үлкен торсиған қар бүршігіне толы бұлттарды сүйреп келген кезде, шанамен сырғанақ тебуге қарымыз молынан болады. Ал ана жерде ешқандай қорғаныссыз хоккей ойнаймыз. Өте әдемі көрінеді, рас қой. О, бәрі дерлік әдемі. Сеніңше танктың дені сау ма? Ол бір шама баяу қозғалатын секілді. Мен де байқадым. Және ұйқылы ояу сияқты. Дәл солай. Бәрі әдеттегідей. Иә, сенікі жөн шығар. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Танктың қысқы ұйқыға кетуі. Сонымен, Бәлкім, оның жүрегі әдеттегіден сәл-пәл ғана баяу соғатын шығар. жарайды, олай болса оған дәрумен бе, әйтеуір бірдеңе бер. Оған бұл керек деп ойламайым. Ұйықтамай ұзақ жүретін шығармыз. Дэррингтудың оқиғалар жетіп артылды ма? Мәселенің мұнда болуы екталай. Ендеше, оған не болды? Ештеңе, ол сап-сау. Ол қысқасы ұйқыға кетті. Оның аю емес екенін түсінетін шығарсың, иә? Күн суытып, азығы азайған кезде көптеген жануарлар күш қуатын сақтау үшін қысқы ұйқыға кетеді. Олар жай ғана қыс бойы ұйықтайды. Ал көктемде оянады. Көрдің бе? Тіпті тасбақалар да солай істейді. Уақыты келгенде олар кетіп қалады да жерге көміледі. Бірақ уайымдама, көктемнің күні жерді жылытқанда ол қайтадан келеді. Қой шей, тасбақалар қысқы ұйқыға кетпейді. Суретті кітапқа біреу әзіл деп енгізген. Бұл әзіл емес. Демек, сенің кітабыңда қате бар. Рейнбоу Дэш, танктың ұйықтауы керек. Бізге түнгі ұйқы қалай пайдалы болса, бұл оның денсаулығына солай пайдалы. Жарайды, рахмет. Айтқаның болсын. Кеттік, танк. Қайда барасыңдар? Бауырымен жорғалаушылардың нағыз маманының пікірін білуге. Саған айттым емес пе, Рейнбоу Дэш, мен айдаһармын. Сондайыңды қойшы. Екеуің шамамен егізсіңдер ғой. Мен күлгін түстімін. Егер саған ұйқыға кетудің керек жоқ болса, танкке не үшін керек? Өйткені ол тасбақа, ал мен айдаһармын. Түсінікті ме? Әйтсе де бір тұқымдассыңдар ғой. Жоқ. Солай деп есептейтін болам. Тыңда. Егер Флаттершай ұйқыға кетет десе, демек солай. Қайдан білесің? Сен айдаһар емессің бе? Сені дәлмендей ешқандай пони білмейді, танк. Сен жай ғана қаныңды таратуың керек. Кеттік. Кеттік дейм. Олар қандай ауыр еді. Қар бүршіктеріне толы. Қарды ойнағанымызда сондай көңілді болады, танк. Танк?
Танк! Кішкентай сүйкімді танкке қараңдаршы. Жайлы жұмсақ жерге ұйқыға кету үшін орналасып алыпты. Бұл сөзді айтушы болма! Қай сөзді? Жайлы, жұмсақ, ұйқы, қайсы? Осыны! Мұның қандай сүйкімді екенін айт. Егер сен егер қысқы ұйқыны соншалықты жағымды деп есептесең, бар да өзің ұйықта. Бұл жерден алысырақ бір жерде. Неменеге тесіле қарап қалдыңдар? Пинки Пай екеуміз ашық жарқын сөйлесіп тұрмыз. Рейнбоу Дэш, көңіл күйінің жоқ екенін білеміз. Тыныш, бұл сөзді айтпа. Бәрі содан басталды. Танк үшін қынжылып жүргеніңді білеміз, бірақ бар ашуыңды достарыңнан алуыңа болмайды. Ашуымды алып жатыр деп кім айтты? Мүлде ашуланған жоқпын, қынжылғанда, ызаланғанда жоқпын. Ашуланып тұрғанға ұқсаймын ба? Жүр, Танк, бұл жерден кетеміз. Маған сенің ұйқылы енжар емес, сергек, жігерлі болғаның керек. Ал сен үнемі осындайсың. Бірақ сонда да ұйқыңды аш. Ұйқыға кетпе! Не дегенімді түсіндің бе? Қыста бірге істейтін әлгі керемет нәрселеріміз ше. Қарпы ойнын жасаймыз, қаратысып ойнаймыз. Алаудың жанында отырып шай ішеміз. Менімен бірге мұны істегің келмей ме? Ойлан, Рейнбоу Дэш, ойлан! Танк суық болған соң қысқы ұйқыға кетуде. Я, олай болса, суықтан ұзақ ұйықтағанынша ыстықтап сергек боп жүрсін. Бар болғаны, қысты тоқтату керек. Мына бұлтты қайда қояйын? Аспанның ашық жеріне. Аспанның барлық жері ашық қой. Ей, мен ашық аспанмын. Алайда анда аспан ашық. Бұл көк аспан. Көк аспан барлық жерде. Мен барлық жерде емеспін, осындамын. Тоқтаңдар, сен ашық аспансың, ал сен көк аспансың. Ал айналамыздағы Бұл ең ашық ашық көк көк аспан. аспан. Ей, ұлпа бұлт қайда? Ұлпа бұлт па? Ана жерде ғой. Қысты тоқтату өте жеңіл болады. Өмір лимон берсе, лимонад дайында. Қыз келуге асығар, кедергі болмай моған. Достығы маған өте маңызды, жалғыз қалмай менді. Қанат қағам ұшамын көк аспанның төрінде. Ұмтылам, самғаймын қанат қағамын аспанда. Мықты пони боламын, понилер жерінде. Қоштаспа үшін сенімен, тазалаймын аспанды. Жылы ұстаймын жерді мен, қар жаумайды, қыс болмайды. Ей, бірақтар білемін, ауаны сендер реттейтін. Ұялтым келмейді, алайда берілгім де келмейді. Қыз кел алмайды мұнда, сәуленің жылуын сақта. Амал нешік мәжбүрмін, айрылғым келмейді досымнан. Керекпін мен де сол досыма, тоқтатпасын мен ешкім, ауа райын өзгертемін. Айрылмаймын досымнан, көкте күнді жарқыратам. Көк аспанда самғайм, бұлттарды қуалайм. Ұмтылам, самғаймын қанат қағамын аспанда. Мықты пони боламын, понилер жерінде. Қоштаспа үшін сенімен, тазалаймын аспанды.
жылы ыстаймын жерден мен аржалмайды қыз болмайды Міне жаңа жеткізілім. Бұлттарды жылжытыңдар. Мен бір қадам артқа жүргенде, олар 3 қадам алға жүреді. Не істеуімізге болады? Клаусдейл, дәл солай танк. Егер Панивелде қысты тоқтата алмасам, оны барлық жерде тоқтата алатын шығармын. Түскі астың уақыты. Керемет! Қыз зертханасы. Біз кірдік, танк. Енді оны сөндірудің амалын табу керек. Қар бүршіктерін бүлдіру ме? Көлемдірек бірдеңе қолдану қажет. Осында көт. Мына бұлттардан құтыла аламыз. Дегенмен, бұл да ұсақ-түйек нәрсе. Міне ол! Мына су болмаса, олар бұлтты да қар бүршіктерінде жасай алмайды. Олар қысты түсіре алмайды. Ауа райы понилеріне жаным ашиды. Әйтсе де жан кешті заман, жан кешті әрекетті талап етеді. Ой, мына жер аздап кері шегінген сияқты. Және қыз құбырмен ағып жатыр. Ой! Мен зағип боп қалдым. Ой! Бұл жерден кетеміз. Дайындалыңдар, понилер. Қыз келе жатыр. Понилер, сақтаныңдар. Ой, сенде бәрі дұрыс па, танк?
Rainbow Dash, bäri dürüst ba? Жоқ. Халің қалай, Rainbow Dash? Мәз емес. Бейшара қандай көңілсіз. Біз не істей аламыз, а? Не істеуге болатынын білмеймін. Серігіп ал, тәттім. Соңғы уақытта өзді-өзің болудан қалдың. Айтқаның болсын. Әдепті түрде айту керек. Өз ұшқыныңды жоғалтып алдың, Rainbow Dash. Мұны айтқым келмейді. Бірақ, сен көңілсіз боп қалдың. Көңілсіз! Естімейсіңдер ме? Маған бәрі бір дейм. Мұнда көңілімді көтеру үшін немесе басқа нәрсеге бола келдіңдер ме білмеймін. Алайда менде бәрі дұрыс. Онымен мен айналысам. Rainbow Dash, қысты үй жануарынсыз өткізесің. Не үшін бұлай істедің? Өйткені ол жылап алмаса ауыртпалықты көтере алмайды. Бәрі жақсы. Таң бір-екі айдан кейін қайтып келеді. Бір-екі ай ма? Оның ұйықтағанын қаламай. Жарай, тыныш. Жарайсың, Флаттершай. Флаттершай, оны қалай тынышталдырамыз? Сәлден соң өзі қояд, өксік болайын деді. Жақсы болып қалдың ба? Я. Бақытсыз бейшарамай. Флаттершайдың жылағанына қарап тұра алмаймын. Мен де. Жай жүрегім елжіреп барады. Жоқ, менде бәрі дұрыс. Тыңдаңдаршы, қыздар, қоштасудың қиын екенін білем. Қатты қайғырған себебім, сен мұңаймадың. Не? Мен бе? Applejack ше. Applejack'тың жаны ауырып тұр, Twilight. Бұл шындық. Бәрі жақсы, Флаттершай, бәрі дұрыс. Ол болды деп ойлайсыңдар ма, әлде үшін шайналым бола ма? Білмейм. Rainbow Dash, сенде бәрі дұрыс па? Солай сияқты. Бір шама жақсы боп қалдым. Шынымен солай. Рахмет сендерге. Сендерсіз қайтерімді білмейм. Немесе онсыз. Дан, сені сағынатын болам. Сонымен қысты у-шумен бастадық. Қыс ерте түсті. Еху! Бәлкім қысты жыл сайын болдырмай қоямыз ба? Сонда жұмыс әжептеуір аз болады. Rainbow Dash'тың шамасы келет деп ойламайм. Cloudsdale'дегі қысты түгелдей Панниверге тасымалдау керемет болды. Танкпен қоштасқыларын келетін шығар деп ойладым. Ол қысқы ұйқыға дайын. Сен бұл сөзді айттың. Ол бұл сөзді айтты. Танк оянған кезде оған мереке ұйымдастырамын. Үйге оралуының құрметіне. Тоқтаңдар. Әлде бұл жер астынан оралу ма? Әлде бақыт ояну құрметіне ме? Әлде әйтеуір келді ау, сауық кеші ме? Оған мерекеге арнап ерекше костюм тігіп берем. Сауық кеші қалай аталса да. Жақсарып қалғаныңа қуаныштымын, Rainbow Dash. Иә, мен де. Демек, сенің де шынымен қысқы ұйқыға кеткін келеді ғой, иә? Кездескенше. Кездескенше, Танк, сені сағынатын боламыз.
Сонымен, көңіл көтеруге дайынсың ба? Мен мұнда отырып азырақ кітап оқиым. Кітап оқып бермесем, балақай жайсыз ұйықтайды. Сәлден соң келем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.